Қайғанақтап іс секілді мұздағы, бірақ кейде қатестік біздағы. Тау мен сайдың арасына дес бермей, төбелердің өсетінін ескермей, байғыздың да аңсауы бар екен, бұлбұлдың да жемсауы бар екен, ақылдың да ажалы бар екенін, бақырдың да базары бар екен. Ұмыттық біз әділеттен үміт қып, әділеттің өзін кейде ұмыттық. Меніңше 20 ғасырда дүниеге келген поэтикалық мұралардың ішінде қандай уақыт келіп, қанша қайта бағамдау жүргізсе де мұртын көп сындыра қоймайтын, санын азайта қоймайтын, сапасы биіктемесе төмен түсе қоймайтын бірден бір үлкен бір ақындық мұра болса, ол Жұмекен Нәжімеденовтен қалған мұра деп есептеймін. Еділ мен жайы, екі өзеннің қаусарма құшағында жатқан нарын құмының қызыл шағылды, қыдырма құмды, көк бұйра қыратты, мейірімні бір бөлігі осы Қошалақ өңірі. Сенде өткен әрбір күнім сайран маған, сайран керек асауға байланбаған. Суырсаң қынабыңнан қылышыңмын, балтаңмын тот баспаған, қайра алмаған. Өзіңнен өзге асылдар маған тегін, өзіңмен келем толып, сәл орта едім. Қиналсам көтер алмай ауырыңды, қойныңа тамар менің адал терім. Жерінен жеті жұрт көшкен, Сырым Батыр мен Қаратау би, Нұралы Бөкей мен Шығай, Жәңгір ханның Құрманғазы мен Күй анасы Дина, атақты Мақаш әкімнің көзін көрген, ата қонысы болған, тоқшылығымен тербеген қазырлы мекен. Жұмбағы мол Жұмекеннің елесі әлі күнге өзі туған осы қырды кезіп жүргендей. Міне, Мақаш әкім кесенесі. Бақилық болғанына бір ғасырдан асса да, атқарған ісіне шексіз риза ұрпағы оның есімін естен шығармай қастерлеумен келеді. Рухын жаңартып, жамбасы жерге тиген жерге күмбезді кесене тұрғызды. Кесене басы рухына тағзым етушілерден үзіліп көрген сәті жоқ.
Қошалақпен иықтас жатқан Ақжонаспен Құдай берген тауы. Ашақпен Қарағайлы, кең жазықты адырмен, бүкірбел шошақтар, қырасып кеткен қоңыраулы керуендей, небір көнегөз тарихпен шежірені сырғып бүгіп жатыр десеңізші. Бұл қазақ поэзиясында ақшабылт боп келген Әбу Сәрсенбаевты, ұлы Жұмекен Нәжімеденовті қанаттандырған киелі топырақ. Жұмекеннің поэзияда ұстазына айналған Қасым Аманжолов күркіреп күнде өтті ғой соғыс деп ғасыр нәубетін өлеңнің бір ғана тармағымен бейнелеген. Сабыр ағамызды соғысқа аттандырар алдында сағынғанда көріп жүру үшін әкесі Нәжімеден үй жанындағы сорға апарып оң аяғының таңбасын бастырған. Сол ноғай тіккен қисық табан етігізінің үстіне оттан түспеген қара қазанды төңкеріп, жан жағын сордың тұзды топырағымен көмген. Болашақ ақын әкесінің осы ғұмырлыққа таңбаланып қалған ізін өзіне сүйеніш қылып жетті. Ата шерлі, әже зарлы, жеңге жесір, апа мұңды, бәрінің де көріп, көңіл демдері сабырдан қалған жалғыз із. Бар үміті жалғыз бала Жұмекен. Жалғызым жау жолына белін буды, бұрынғы батырлардың жолын қуды. Әрдайым сақтағайсың қарағымды, кейлігі ер басын ай, күндер туды. Қайғыммен қапаланып сөз шығардым, жалғызым артыңда бар бір тұяғың. Жұмекен айналайын кемпір шалға алданыш болып тұрған сол шырағым. Сабыржан өзің кеткен орындамыз, ашақтың айдын ерім сорындамыз. Сағынып сабыржанды сарғайғанда, ізіңді сорда жатқан ай, көріп тұрмыз. Мен өсірді қолда бар биігіне көтеріп деп, ақын сол бір бала күнгі қимас шақты сарытап сағынышпен жылаған. Сабыр соғыстан оралмады. Жұмекенді бауырына салып, туған анасын жеңге деп, атын ататып өсірген Нәжімеден ақсақал еді. Тіпті кейде ойлаймын, осы Алла тағала осы Жұмекенге, мені жаратқанда Жұмекенге жар болуға жаратқан шығар деп. Олай дейтінім, мен Жұмекеннің атын естіп, Жұмекен деген атты естуменен ер жеттім. Мені тәрбиелеген шешем шешесі
ойпырмай, ана жақамның немересі қашан барсам да кітап оқып жатады, адам болайын деп тұр екен. Өмірі ұзақ болғай деп сүйсініп келеді. Ақтыма бұлақтай тереңнен тебіреніп шыққан балауса жыры мен бала махаббаты да осы мектепте оянған. Ақынның сүйген жары Нәсіп апа мектепке ақбозат мініп келген Жұмекеннің нұр сипаты әлі күнге көз алдымда тұр деп, сол бір аяулы шақты сүйеніш етіп еске алады. Иә, ол жай ақбозат емес, кейіннен қазақ поэзиясының пырағына айналған ақ тұлпар еді. Сана мен сәтсіздіктер соққысы ерте сейткен болашақ ақынның мұңды да, кейде бұлттан шығып жарқ ете түскен сәуледей нұрлы шағы да міне осы жерде өткен. Қошалақтың қоңыр ұлы Алматыға арманның бір сынығын қалдырып, жастар жолдамасымен Қарағандыға аттанған. Ежелгі менің арманым шахтер боп шығу болатын, қиялмен шарлап лабана жүрекке шаттық толатын. Қолымда міне жолдама, жат етті сол бір арманым. Тұрыңдар достар қатарға, шахтаға мен де барамын. Салқын самалды Сарыарқаның төсіндегі көмірлі Қарағандыға кеп, мыңдаған метр тереңдікте қолына күрек ұстап, маңдайындағы бағдар шамын жарқыратып, жастар легінің еңбегі ересен еді. Жұмекен Нәжімеденов жыр кенішіне түспес бұрын жер кенін осылай алдымен игерген. Сол кезге ел саясаты, жастық жігер, рухани түлеу тек Жұмекенде емес, еліміздің түкпір-түкпірінен өзі құралпы жігіттер мен қыздарға қозғау салған. Айналайын қарқаралы, сенен бұлт менен. Жұмекен Қарағандыға келе салысымен шахтаның көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысты. Ол онда домбырашы ретінде өзінің өнерін көрсете білді. Міне соның арқасында оны Қарағанды көмір өнеркәсібінің кәсіподағының бастығы төрағасы Кенжин Әукебай оның өнерін көріп, о кісіні консерваторияға оқуға жіберді. Енді былай қарасаңыз, сол Жұмекен кетердің алдында, сол Қарағандыдан консерваторияға кеткен кезде сол шахтада өрт болды. Егер де сол Кенжин Әукебай Жұмекеннің тағдырына араласып, оның өнер екенін көрсетіп, сол жерден алып шықпаса, ай құдайым біледі, мүмкін сол өртті өртеніп кетер ме еді? Онда біз осындай ақынға қолымыз жетер ме еді, жетпес пе деді. Бірі болсам арманым не, әбиден жалғыз туған мәді дейдім
Ол осы өлкені жан тәнімен құлай сүйді. Домбырасын солақай қағысқа салып, Құрманғазының от жалында өзегіңді өртер өкінішті күйлерін тартып келген бозбала, Сарыарқаның кең тынысты кемел әндеріне аса ықылас қойды. Жұмекеннің алғашқы әдебиетке келісі өте дүбірлі болды. Өйткен себебі Жұмекен оған дейін өмір көрді, қиыншылықтарды да көрді. Оның үстіне ақындық талантына музыкалық таланты қосылды. Сондықтан оның жырлары бірден қалған ақындардың өлеңдеріне ұқсаған жоқ. Алдымен өте өлеңнің дыбыс үйлестігін білетін, өлеңнің эвфоникасын жетік білетін, үлкен талғампаз әуезімен таңғалдырды өлеңдер. Екіншіден, өмір келіп ащы тұшыны түсінген, қасан қағидаларға ұрынбайтын, өмірлік құпияның тосын қырларын білетін, байқампаздығымен, байыптылығымен көзге түстік. Жазушылар одағында келіп, алғаш рет оққан өлеңмен жұртты қатты қайран қалдырды. Ал Жұмекеннің прозасы сол кезде қалған прозадан несімен ерекшеленеді дейтін болсақ, Жұмекенде прозасында мынау өмірге бояп, сылап, әшекейлеп, жатпайтын, шындық өз қалпында ғана әсем болатындығын, шындық өз қалпында ғана кісіні ойлантатындығын терең түсініп жазған проза еді. Оның прозалық шығармаларын оқып отырып, көп уақыт қазақ прозасының назарына іліге қоймаған, көп сырын іште бүгіп жатқан, тек тақырыптық қана емес, характерологиялық мазмұнның бәрін ашып болмаған біздің батыс өлкелеріміздегі бөлекшілеу тарих, бөлекшілеу тұрмыс, бөлекшілеу мінез-құлықтың көптеген соны сипаттарын білер еді деп есептеймін. Өнер ордасының абзал ақсақалы Ахмет жұбанып, Жұмекен тартқан күйлерді тыңдап, Мұхитовқа ғажап, дайын домбырашыдан айырып қалмайық депті. Бас бармағы мен балаң үйрегі әр пернеге бір қадалып, бал сорған арадай бүлкіл қағып тұрып алатынын айтсаңшы. Иә, Жұмекен күйі саусақтың сатырлаған құйма күй емес, өзінің жырындай ойлы да тебіреністеді. Сол сырлы қағыз, сол ойлы тартыс Жұмекеннен кейін сиреп кетті ғой. 56-57 жылы мен енді Қалижан Төлеповтың класында оқып жүргенде Жұмекен келіп бірінші өртке түсті. Оның енді домбырашылығы өзгеше болады. Ол әдемі тартатын. Мұхиттың класында оқыды. Енді Құбекен енді домбырашылар дайындады ғой барлығы. Жұмекен енді орындағанда өте шебер орындайтын. Барлық күйді де тартатын. Оның ішінде жаңа мәмен күй, мынау бай жұманы өте әдемі тартатын. Ерекшеліктер болатын. Домбырашылар әртүрлі тартады ғой, бірақ Жұмекен өте әдемі тартатын.
майысып қош жегіңнен күй өткенде, ой туар жүрек түгіл сүйектен де. Домбырам қайран менің, ризамын сені маған сый еткенге. Қолтықтап көктем келсе жыр сұлуда, ізіне жыр сұлудың гүл шығула. Мені де қойдың ақыры жұмбақ қылып, күлумен үйреттің де күрсінуді. Сырласам көкірегіме сүйеп тұрып, жанымның жазығына күйектіріп, ой арман, екі шегің болсын сенің, берейін жүрегімді тиек қылып. Күй екен мынау аққан бұлақ десек, бұлақтар таудан ғана туат десек, ал кәне бір тыңдайық домбыраны, төсіне туған жердің құлақ төсеп. Еуразия кеңестігін күміс кіседей жарқырап бөліп жатқан жайық, Жұмекеннің жырындай беті көз алдар толқыннан көрі, астындағы ағысы қатты ұлы дария. Ұлы ақын туған топырағына әр келген сапарында осы екі жағалауын толқын тілімен жалап жатқан жайық өзеніне келмей кеткен емес. Жағалауында ойлы қалпын бұзбай, кешкі шипа самалмен жұмсақ бұйра шашы желбіреп тұрып, үнсіз күрсінетінде, жайық үшін жандастық, еділ үшін егестік, қиғаш үшін қырылдық деп, жалаугер Махамбеттің жалын төккен жырын жаймен күбірлеп оқыр еді. Қазақ поэзиясына өйтменнің тереңдігін, блоктың күрделілігін алып келген бұл алғашқы ақын еді. Түсіну қиын болды Жұмекен ағаны. Неге десеңіз, Жұмекен ағаның бір ғана өлеңіндегі, бір ғана тармағындағы жалпы тереңдік, ой философиясы, ішкі сезім философиясы бұны игеру мүмкін емес еді. Көп адамға әрине. Егер біз Жұмекенді түсінетін болсақ, Алматыда ол проспекті болып жатар еді ғой. Алматыда кеуделі ескерткіш болып тұрар еді ғой. Сере қарсы естеліктер жинағы болып шығар еді ғой. Әбділда Тәжібаев айтқандай, Жұмекен енді ашылатын алтын сандығымыз деп еді. Сол сандықты біз аша алмай қойдық. Мына Жұмекен аға өзі қиналып, жалғыз қайынға мұң шақты. Бір қызығы қазақтың екінші ұлы ақыны Мұқағали да жалғыз қайынға мұң шаққан еді. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айыр бастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайын бола бастайын. Келсемісің жасқайын. Жұмекен аға нағыл дейді, мен ешкім жоқ қорлаған ашық тепкен, жапырағымды жел ғана шашып төккен, қиып түссе арман не қайзалағыш, бір көк топас балтадан қашып кеткен дейді. Сонда ойладым да, екі ақында мынау пәнимен қоштасқалы тұрып, қайынға неліктен мұң шақты. Бұлардың ақындығының мүмкін тотемдік символы ма еді? Ол ақынға үн қосқандай, анда-санда құтпан айғырдай біргісіне балып, өзен бойымен кемелер жылжып өтетін еді. Сен аман бол, Ақжайық деп еді ақын. Туған жерге соңғы келген сапарында. Жайығымен енді қайтып сырласпасын сезген екен ғой. Жылы «Дауа» деген кітабым шығатын болып, өте қиын болды.
өлеңдерімді тексеріп, жаңа цензура көптеген ішінде қысқартулар болды. Әбділда Тәжібаев бастап мені жақтап сөйлегенменен жаңа баспаның адамдары жібермей, сонда Жұмекенде келді сол редакциялық коллегияға. Содан шыққаннан кейін мен терезенің алдында сол өзім мұңайып, әрі ренжіп тұрған. Сонда Жұмекеннің сол кезде оның да күй кітабын бітшітін шығарып, жаңағы цензура жіберіңкіремей сөйтіп көңілі құлазып жүр екен. Сонда келіп қасыма арқамнан қағып, жаңағы бұл бәріміздің басымызда бар, бұған қайғыра берме деп, сөйтіп маған көңіл айтқандай болған. Жұмекен өзінің әлі де өзінің деңгейінде бағасын алған жоқ біздің әдеби ортада. Жұмекен Нәжімеденов деп өлең түсінетін жастар, кейінгі ұрпақ жақсы біледі, жақсы бағалайды. Бірақ өзінің деңгейінде, өзінің ортасында, өз замандастарының ортасында ол өзінің шын бағасын алған жоқ деп есептеймін. Бірақ Жұмекенді қай кезде де ұрпақ көкке көтеретін ақындарымыздың бірі деп қабылдайтынына мен өзім сенемін. Менің Жұмекенім ол дейтін нағыз тереңдіктің ақыны болатын. Сондықтан да ол соншалықты адам жанына соншалықты үңілу дейтін оңай шаруа емес. Тереңдіктен сырттарды оңай шаруа емес. Оған үлкен қайрат, үлкен жігер, үлкен талант, үлкен қуат керек. Мінекей осындай қуаттың ақыны болатын. Ол үндемей тұрып, ана шыңыраудан, тұлсыз шыңыраулардан сондай сыр тартатын құбылыс еді. Міне сондықтан да болу керек, оның сондай салмақпен тереңдікте жұмыс істегендігінен болу керек. Оның жүрегіне осы өте қатты салмақ түсті. Ол 2 рет инфаркты болды. 2 рет инфаркты болып, екіншісінде однелік болып кетті. Сол кезде мен ақын жүрегіндегі жарылыс дейтін өлең жазып едім. Мен соны оқып берейін. Жарылды ақын жүрегі осынау ұлы заманға, жандарды көріп тақ салған, адамды айдап адамға араға бүлік от салған, қап-қара бұлттай түйіліп, не істерін білмей бұзыққа, өртеніп, жаны күйініп, пысықай менен пысыққа, өмірім қапта өл дейтін, қызғаныш көріп жыладай, жанның жасын көрмейтін безбүйректерге шыдамай, жарылды ақын жүрегі, жарылды жүрек, ғаламат деммен бізді шарпыды. Бұрқ еткен бұрқақ солқылы даламды кетті аралап. Бір аунап түсті сол кезде қошалақ құмның қырқасы. Домалап кетті сол кезде Алатау шыңның бір тасы. Осынау ұлы заманға дақ салар жандар бар әлі. Адамды айдап адамға от салар жандар бар әлі. Түбіне соның жетерміз, дөңінен біздер сабылып, күресіп енді өтерміз, кеткенше жүрек жарылып. Хаттар. Сағыныштай боп, оларда сарғаяйын депті. Бала күнге ару қызға деген ынтық көңіл, бозбала дәурендегі ақжарма махаббат, алғашқы әке атанғандағы қуанышпен сүйсіну, Мәскеуден жолдаған ойлы көз қарас, есейген шақтағы қорғасындай салмақты ойлар, кеудеңді күйдірген тәтті үміт пен мұң, бәрі осы дәптер парақтарында маржандай төгіліп тұр. Сәт сайын көзіне сақиналанып келіп қалған сағыныш жасын іркіп, Нәсіп апай алуан ойларға беріледі. Шүкір дейді сосын, ол қызына, немерелеріне мейірлене қарап.
Еңекен жер деген жерге гүл шықты ғой. 9 жылдың аяғында менің Қазақстаным деген әнді жазуға тура келді. Оны енді қазір қалай деп түсінуге болатынын болмайтынын мен білмеймін. Кезінде біздің мынау терістіктегі солтүстіктегі 5 облысымызды целинный край қылып бөліп жатқан болатын. Целинный край қылып бөліп жатқан кезде сосын жұрт шуылдап, бұл қалай орыстар бөліп алай деп жатыр, мынау солтүстік облыстарымыз деген шу шығып, айқай шығып сөйтіп жатқан болатын. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Ол ұран әніміздің сөзін жазған қазір марқұм болып кетті, Жұмекен Нәжімеденов деген қазақтың талантты ақын еді. Ол Жұмекен екеуміз бірге оқитын едік, ол домбырашы жігіт еді, консерваторияда оқыған. Сенің кеудеңде қазақ деген қаның бар ғой, менің Қазақстаным деген сөз жаз, мен әнін жаздым деп. Алтын күн аспаны, алтыннан даласы, ерліктің дастаны, еліңе қалашы, ежелден ердеген даңқыма шықты ғой, намысын бермеген қазағы мықты ғой. Менің елім, өлің болып, ерігеймін, сәлем болып, әміреймін, туған жерім менің, Қазақстаным. Әудем жер баса алмаймын ау аяғымнан ұстаймын екі қолды аяғымнан сайраған орта жүздің бұлбұл едің кәрідей келіп қалды қай жағымнан шіркін-ау дариға-ау қай жағымнан дариға-ау қай жағымнан Hello, hello, hello,